Ассаламағалейкум арна көрермендері, армысыздар. Мына бір қызықты ақпаратты естімес бұрын біздің каналымызға жазылып, видеомызға лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Қыз жасауының ішінде міндетті түрде болуға тиісті затты білесіз бе? Бүгінгі қыз жасауына көңіліңіз тола ма? Кей әкелер қыз жасауында артық кетіп жүрген жоқ па? Қыз жасауына қосуға болмайтын екі түрлі зат бар екенін естіген бе едіңіз? Міне біз бүгін осы туралы баяндаймыз. Мәссаған, мұны айтатын ақылы, көрсететін өнегесі бар деген апаларымыздың аузынан естіп шок болдым. Шынында да қыздың мәртебесі мен мерейін өсіретін артынан келген жасау ма, әлде келген үйімі құт болайын, өсейін, өнейін, ұрпағын көбейтіп, ақ жаулықты әже болайын деген ниет пе? Бүгінде қызының жасауына тұрмыстық заттар, жеңіл көлік, тіпті пәтер қосып жатқан жомарт әкелер бар. Соның бірі үлкен әпкем мен жездем. Тұңғыштары тұмарды Шымкент қаласына ұзатып жатыр. Енді тойға дайындықтарын көрсеңіз, қып қызыл шығын. Екі жақтың құдалары жастарға үй жасап, бірден еншісін берейік деп өзара келіскен екен. Жігіт жағы пәтер сатып алып, іші сыртын жөндейді. Ал біздікілер үйдің ішін жиһаздармен жабдықтауды міндетін алыпты. Соған жездем барын салып, ең соңғы үлгідегі жиһаздарға тапсырыс беріп, қызының жасауын жабдықтауға кірісті. Бүгін бәріміздің басымызды қосып, қыздың жасауын көрсетіп жатыр. Біз де ұзатылатын қызға атағанымызды беріп, жиналып отырмыз. Әпкемнің ұзақ жылдар бойы ыдыс-аяқ сататыны олжа болды. Тұмардың жасауында біз көрмеген сан түрлі ыдыс-аяқ бар. Қамыр асатын қазан, қуырдақ жасайтын қазан деп 10 саусақпен санадық. Пышақ, қасық, шанышқылардың алтыны да күмісі де бар. Ағаш ыдыстың жиынтығынан көз сүрінеді. Ал дастархандарында сөз жоқ. Жиылғанның бәрі аузын ашып тамсанып отыр. Бұдан бөлек тұрмыстық техниканың бәрін түгендеген, тіпті ыдыс-аяқ жуатын машинаға дейін алыпты. Қызымды оқыттым, дипломын да әпердім, жалақысы жақсы жұмысқа да орналастырдым. Күйеу балам да осал емес, білдей прокурор. Маған бұдан артық бақыт бар ма деп, жездем бірде мақтанып, бірде марқайып, шалқып отырды. Тұмардың көлік айдайтынына да 2-3 жыл болып қалды. Сөз арасында көлікті де ауыстырғанын естіп қалдық. Бұның бәріне құтты болсын айтып, тілеулестігімізді білдіріп отырмыз. Бірақ жездемнің анасы мұның ешбірін ұнатып отырған жоқ. Жасыратыны жоқ, жездемнің анасына қарап, нағыз ақ жаулықты сәлиқалы ананы көремін. Басындағы орамалы, көп сөйлемейтін сабырлылығы, бата бергендегі шын ниеті кәдімгідей таңдай қақтыратын. Қыздың жасауымен толық танысып болғасын, ет желініп, дастарханға бата қайыратын кезде ғана құдағиымыз сөз алды. Келгендерге алғысын білдіріп, немересінің бақытты болуын бізбен бірге тіледі. Сабыржан балам, инабат келінім, немерем тұмарға сендердің жолдарыңды берсін. Бағы ашылып, өсіп өнсін, мәуел ағаштай жайқалсын. Менің қызым Найман елінің айтулы келіні, ақ жаулықты анасы, ақ самайлы әжесі болсын деп, дауысы дірілдей көзіне жас алды. Жездем анасының иығынан құшақтап, қуаныштың көз жасы екенін айтып, өзі де жасын сығып алды. Ұлының маңдайынан сүйген құдағи, артық демесең, өз ойымды қоса кетейін деп, жездемнің жауабын күтпестен сөз бастады. Бақыттың дүниемен өлшенбейтінін балаға үйрет. Оқыттың, диплом әпердің, жұмысқа орналастырдың. Енді құтты орнына қондырып, ата-аналық парыздарыңды өтеп жатырсыңдар. Жастар еңбектенсін, маңдай терін төгіп дүние тапсын. Сонда жоқпен бардың қадіріне жетеді. Иә, жасауға не қоссаң да артық етпейді. Бірақ бүгінгі жастарға бәрін жасап беріп, қатты қателесіп жүрміз. Қазақта қыздың жасауына міндетті түрде жүк аяқ берген. Оның үстіне құрақ көрпе, көрпеше, жастық сынды жүк жиналады. Әжелеріміз ұзатылатын қызының бағы ашылып, басы құралсын, табысы еселеніп, берекесі арtсын деген ырыммен бәріне құрақ тіккен. Ал сендер сандықтың орнына жүк жинайтын купе секілді шкафқа, құрақ көрпені синтепон көрпелерге айырбастадыңдар. Жасауға берілетін әрбір заттың өз салмағы мен мәні болады шырағым. Ал қазан мен пышақты жасауға қоспайды. Өйткені қазақ халқы қазанда ырыс пен береке бар деп сенген. Үйімнің ырысы, босағамның берекесі, отбасымның несібесі қазанда болады деп өзгелерге бермеген. Сол секілді ұзатылатын қызға да қазан бермейді. Кей елде жасауына қазан алып келген келінді жақтырмайды.
Ол келмей жатып қазанымды билейін деген екен деп жаман қабалайды. Пышақта да айтарлықтай сөз жатыр. Пышақтың жүзі өткір, қауіпті зат болғандықтан жаңа құдалардың арасына салқындық салмасын, жас келіннің тілі өткір болмасын деп, жаңа құдалар пышақ алғанды ұнатпайды. Пышақ әкелген күннің өзінде де сатып алу ырымын жасайды. Білмесеңдер бір ауыз сұраңдар, шырақтарым. Айтудан біздер жалықпаймыз, деді құдағиымыз. Осындағылардың бәрі аңтарылып қалдық. Бұрын мұндайды естімегенде, білмегенде екенбіз. Әпкем де бір сөзге келместен қатардағы қазан мен пышақты шетке алып қойды. Ақыл айтып, жөнімен жол көрсетер ене мен тіл алғыш керінге қарап қызығып ақ қалдық.